Assalamualaikum. Бүгінгі үйші тәжірибесі текарында біздің банкіміздің кредит продукциясын таныстыру бойынша тәжірибемен ұшырасу өткізіледі. Айына 3 мәрте. Мысалға, қандай неңіз тәклифлеріңіз, нелеріңіз бар сіздер өзіңіздің? Қандай кредит ала жақсыз? Хакім жәрдемшісі тарапынан 30 миллион кредит алып едім. Енді мен қайтадан қосымшада алсам бола ма кредит өзім? Кеңейтіру мақсатында. Шаруашылық бойынша алып едім. Сіздің сұрауыңыз бойынша хакім жәрдемшілердің алдын алған екенсіз, 30 миллион. Бізде Халық банкіде бұл бойынша дальше неғылатын болсаңыз, президент қарарының 312-ші салуы неміз бар, 300 миллионға шекемгі микрокредитіміз бар. Бұл жерде сіз енді қазір юридик сипатында, мысалға, 100 миллионға шекем 19% 6 жылға льготный периодымыз 3 жыл талабында алсаңыз болады. Неңіз, дефолятыңызды кеңейтіру бойынша қосымша. Егер де айнала неңіз бойынша, оборотка бойынша неғатын болсаңыз, ол 24 айға беріледі, ол да 6 ай имтиязлы несі дәуірмен. Қосымша және молеви көмек 100 деген продукциямыз бар. Ол өз-өзін банк қылған шақсылар, юридик емес шақсылар, һәм юридик шақсылар алса болады. 300 миллионға шекем залогпенен аласыз. Яғни залогқа тұрақ жай, автотранспорт болса болады. Істеп шығарғанына 5 жылдан аспаған болу керек. 3 жылға 24%-дан алсаңыз болады. 6 ай льготный периоды болады. Екі тапқырлар үшін екі жұмыс іші орын жаратсаңыз, 2%-ге шекіп кредитіңіз төмен түседі. Мысалы, 24%-тен болса, 2 жұмыс іші орын жаратсаңыз, 22%-тен аласыз. 3 ямаса 5 жұмысшы орын жаратсаңыз, 20%-ге шекіп төмен етіп алсаңыз болады кредитті.